НИИТ санатындағы жастарға 18 жастан 35 жасқа дейінгі әлеуметтік жобаларға конкурстық негізде жергілікті қоғамдастықтардың әлеуметтік мәселелерін шешуге бағытталған «Жас Project» жобасы жыл басынан бастап өтініштерді қабылдаған болатын. Биылғы жылы «Жас Project» жобасына 131 өтінім келіп түскен. Бұл туралы Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінде баяндалды. Биылғы жылы Абай облысына жалпы құны 8 миллион теңгені құрайтын 8 грант бөлінген. Енді биылғы жылдың басынан бастап дәл сол былтырғыдай 1 миллион теңге бір жеңімпазға 8 грант егерін анықтаған болатынбыз. Біздің мамандар жалпы осы жас прожектпен жақсы нәтиже көрсетіп жүрген жастарымыз барлығы әкімдік тарапынан болсын, аудандарда біздің жастар ресурстық орталығының мамандары болсын, ауылдық өңірлерге дейін өлкелердің барлығына жеткізген болатын. Және де әрбір ауданнан біздің жастарымыз қатысқан болатын. Ұйымдастырушылар жергілікті жерлерде әлеуметтік жобалардың іске асырылуы сапасын тексеруді, жобалардың нәтижелеріне қол жеткізуді, бағалауды жүзеге асыру үшін мүдделі әріптестерді тарта отырып, мониторингтік топ құрып тексерген. Сондай-ақ түскен өтініштердегі жобаның облысқа қажеттілігін басты назарда ұстаған. Бүгін еліміздің барлық мектебінде 2023-2024 оқу жылының аяқталуына арналған «Білімім отаныма» бірыңғай сынып сағаты өтті. Сынып жетекшілері оқушылармен және ата-аналармен бірлесіп оқу жылын қорытындылады. Абай облысының білім басқармасының басшысы Нұржан Ахметқалиев Семей қаласы нөмір 8-ші жалпы орта білім беретін көркемдік эстетикалық білім және тәрбие беру мектеп кешеніндегі жалпы тәрбие сағатына оқушылармен бірге қатысты. Бүгін еліміздің барлық білім ордаларында «Білімім отаным» атты тәрбие сағаттары ұйымдастырылуда. Бұл тәрбие сағаттың мақсаты 2023-2024 оқу жылын қорытындылау нәтижесінде болмақ. Сонымен қатар бүгін облыс бойынша 15 мыңға жуық 9-шы және 11-ші сынып түлектері «Мен мектеп ұстаз» тақырыбында мектеп қабырғасындағы балалық шақтан болашаққа қадамы туралы өз ойларынан эссе жазды. Айта кетейік, биыл оқу жылының аяқталуы жаңа форматта өтті. Облыс бойынша биыл мектепті 101.136 оқушы аяқтап отыр. Оның ішінде 5032 түлек мектеппен қоштасады. Оқушының өміріндегі ең бастысы ол мектеп кезінде жақсы білім алу. Себебі мектебінде жақсы білім алған бала өз отанының гүлденуіне жақсы үлес қоса алады. Мен де осы Сейінт мектептің және Жақсылық Шкемпіров атындағы спорт интернатының тәрбиеленушісімін. Қазіргі таңда спорттан көптеген жетістіктерім бар. Сол себепті жаттықтырушыларыма мыңдаған алғысымды білдіремін. Болашақта бұдан да мықты жетістіктерге жетіп, бизнесмен болып адамдарға көмектескім келеді. Жалпы бірыңғай тәрбие сағатына Абай облысы бойынша барлық білім алушы қатысты. Бұл күні барлық мектепте әр баланың жақсы қасиеті, үлгілі істері, ерлік көрсеткен тұстарына ерекше назар аударылып, марапаттау рәсімі жүргізілді. Абай облысында алғаш рет мүмкіндігі шектеулі азаматтар арасында КСРО халық әртісі Бибігүл Төлегенованың 95 жылдығына арналған 10-шы республикалық ән байқауы өтуде. Байқаудың мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы талантты өнерпаздардың шығармашылығына қолдау білдіру. Бүгінде Семей қаласында танымал жерлесіміз дара тұлға талант иесі халық әртісі Бибігүл Төлегенованың 95 жылдық мерейтойына орай ерекше қажеттілігі бар жандар арасындағы ән салатын қолдар атты ым-ишара ән айту байқауы ұйымдастырылып отыр. Бүгінгі бұл байқауға еліміздің 17 қаласынан қатысушылар келіп отыр. Байқау Семей қаласы әкімдігінің Қазақстан санараулар қоғамының орталық басқармасы қоғамдық бірлестігі Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қолдауымен өткізілуде. Конкурсқа Қазақстанның 18 өңірінен 18-35 жас аралығындағы 39 қатысушы өнер көрсетуде. Гала-концерт 25 мамырда өтіп, байқау жеңімпаздары анықталады. Абай облысының ардагерлер кеңесінің көшпелі төралқа мәжілісі өтті. Жиын Абай облысының төрағалар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Мұратқазы Алин бастауымен өтті. Күн тәртібінде Семей қаласының жалпы білім беретін мектептері мен колледждерінде ардагерлер ұйымдарының қатысуымен біртұтас тәрбие бағдарламасын іске асыру мәселесі қаралды. Басқосуға Абай облысының ішкі саясат басқармасының басшысының орынбасары Назерке Аққожина, ардагерлер кеңесінің алқа мүшелері облыстық және қалалық
барлық білім беру салаларының басшылары мен мамандары, аумақтық ардагерлер ұйымдарының белсенділері мен бақ өкілдері қатысты. Жиналысқа қатысушы сала мен бөлім басшылары күн тәртібіндегі мәселелерге қатысты хабарламалар мен баяндамалар оқыды. Облыстық ардагерлер кеңесінің алқа мәжілісінде қаралған мәселе бойынша тиісті қаулылар қабылданып, нақты жоспарлар айқындалды. Спорттық және жауынгерлік самбодан жастар кадеттер және шеберлер арасындағы Азия және Океания чемпионатында жеңіске жеткен мақаншылықтар елге оралды. Жеңімпаздарды аудан әкімі Дәурен Бақытжанұлы бастаған зиялы қауым өкілдері мен жас спортшылар аудандық мәдениет үйінің алдында қарсы алып құрмет көрсетті. Сонымен қатар аудан әкімі спортшыларды жеке қабылдап, алдағы жұмыстарына сәттілік тілеп, арнайы аудан әкімдігінің алғыс хаттары мен естелік сыйлықтарын табыстады. Қызылорда облысында Жарма ауданының Маңсап орталығының директорының міндетін атқарушы Серікбол Матаевтың қолдауымен қоныс аудару атты жәрмеңке өткізілді. Жұмыс күшінің мобильділігін арттыру үшін ерікті түрде қоныс аударуға жәрдемдесу бағытты шеңберінде өңір тұрғындармен пікір алмасу, түсіндірме жұмыстарын жүргізу сынды шаралар жасалды. Бұл ретте қоныс аударушыларға көрсетілетін мемлекеттік қолдау шаралары жөніндегі ақпарат беріліп, бос жұмыс орындары таныстырылды. Аягөз қаласында ауданның үздік оқушылары марапаттау үшін Қозы-Көрпеш Баян Сұлу мәдениет үйінде дарындылар даралар 2024 үздіктер слеті өтті. Оқу жылы барысын облыстық республикалық пән олимпиадаларының, шығармашылық байқаулардың, ғылыми жобалардың, өнер мен спортта жетістікпен аяқтаған 1-11 сынып оқушылары аудан әкімінің марапатына ие болды. Бұл шараның өтуіне Аягөз аудандық білім бөлімі және қалалық қазақ мектебі лицейі ұйытқы болған. Лездеменің ашылуында аудан әкімі Қанат Әділбай оқушыларды оқу жылының аяқталуымен құттықтап, биылғы оқу жылында білімдері мен шығармашылықтарын шыңдап жетістікке жетудегі талпыныстары мен біліктіліктерін ерекше атап өтіп, жеткен жетістіктері үшін бірқатар оқушыларға алғыс хат табыстады. Бүгінгі жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Жасұлан Заманбек, Сымбат Қайратқызы, Семейтаны YouTube арнасына тіркеліп, маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыздар.